Сәлем, мен Тархан. Білесіз бе, интернет аңқау әр нәрсеге сене беретін адамдарға арналған дүние емес, өйткені онда жалған ақпараттар өте көп. Мысал ретінде мынаны алайықшы. Нил Армстронг, бәріңіз білетін Нил Армстронг, айға қонған ең бірінші адам. Айға қонған кезде азанның дауысын естіп, мұсылмандықты қабылдаған деген бір ақпарат бар. Бірақ бұның жалған екенін көптеген мұсылмандар біле бермейді, және осы ақпарат өте қатты таралып кеткен. Бірақ бұның барлығы жалған ақпарат. Осындай ақпараттар өте көп. Соның бірі қазір айтатын зона 51-ге қатысты. Ол қазақша айтқанда 51-ші аймақ, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін зона 51 деп айта берейін. Дәл сол зона 51 деген сөзді естіген сәтте біздің ойымызға жасыл түсті инопланетяндар, өзге планеталықтар немесе өзге ұшатын нысандар, НЛО-лар, одан басқа видео ойындар еске түседі. Мүмкін сізде сол 51-ші аймақта, зона 51-де үлкен лидерлер, ақш-тың президенті немесе сол сияқты басқа елдің президенттері НЛО-лармен немесе өзге планеталықтармен үлкен келіссөздер жүргізеді деп ойлауыңыз мүмкін. Болмаса сол жерде өзге планеталықтар сақталып тұр деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ бұның барлығын жалған ақпарат екенін көбісі біле бермейді. Сондықтан қазір осы видеода сол нәрсені талқылап көретін боламыз. Зона 51 американдықтардың құпия базасы. Невада штатында Лас-Вегастан 133 км арақашықтықта орналасқан. Зона 51 әуесімен ұшуға өте қатаң тыйым салынған. Және көптеген конспирологтар мен уфологтардың ойынша, бұл жерде американдықтар Розуэлл инцидентінде атып алған өзге планеталықтардың денесін сақтауда. Және дәл осы жерде олар өзге өркениетпен, яғни айтып жатқан өзге планеталықтармен байланысқа келіссөздерге түсетін көрінеді. Әрине бұл уфологтар мен конспирологтардікі тек қана теория. Ендігі кезекте осы зона 51-ді Google картадан қарап көрейікші. Егер Google картадан анықтап қарайтын болсақ, жан-жағында түрлі басқа да құпия қорғаныс базаларын көруге болады. Және зона 51 деген кезде мына бір Хоми әуежайын көрсетеді. Хоми әуежайының бір бөлігі тартылып қалған Грумблинг, яғни Грум көлінің үстіне салынғандығын көруге болады. Басқа қызықтырарлық еш нәрсе жоқ. Ендігі сұрақ мынадай. Осы тарылып қалған көлдің үстіне салынған қорғаныс базасы зона 51 неліктен өзге планеталықтармен байланыстырылады, және не үшін адамдар Розуэлл инцидентінде атып алынған өзге планеталық осы базада сақтаулы тұр деп айтады. Демек, барлық нәрсені осы Розуэлл инцидентімен бастаған дұрыс болады. Розуэлл инциденті ол 1947 жылы 8 шілдеде болған жағдай. Дәл сол күні ақш-тың қорғаныс күштері аспаннан белгісіз бір нысанды атып алады. Дәл сол нысан халық арасында өзге планеталықтың тарелкасы және өзге планеталық ішінде болған деген бір миф қалыптасып кеткен. Және осы бір тарелканың ішінде болған өзге планеталық осы бір зона 51-де сақтаулы тұр деп айтылады. Сонымен қысқасын айтқанда, 1947 жылы 8 шілдеде дәл сол атып алынған күні Розуэлл қаласының Daily Record деп аталатын газетінде мынадай мақала шығады. Өзге планеталық атып алынды деген. Ол мақалада жаңағы қорғаныс күштері өзге планеталықты атып алынғаны туралы жазылады. Медианың құдіреттілігін өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Бір жалған ақпарат тараса, ол лезде тарап кетеді. Мейлі ол өтірік ақпарат болсын. Сонымен жаңағы ақпарат лезде тарап кетеді. Дәл сол күні. Бірақ бұл жай ғана метеозонд болатын. Кәдімгі атмосфераның зерттеуге арналған метеозонд. Кейінірек тіпті ақш-тың әуе күштерінің өзі алаңдамауларын бұның жай ғана метеозонд екенін ескертеді. Алайда конспирологтар мен уфологтар бұны үлкен мифке айналдырып жібереді. Тіпті бұнымен тоқтап қалмайды, олар дәлелдерді келтіруге тырысады. Және көбісі дәлел ретінде осы бір видеоны көрсетеді. Мүмкін сіз де көрген боларсыздар. Алайда кейінірек бұл видео жай ғана бір продюсердің өзінің шығатын киносына арналған бір пиар ход екені түсінікті болады. Отлично. Боже. Хотите печенье? Бабуля. Все нормально, не волнуйтесь, мы ее вырежем.
Яғни нақтырақ айтсақ, 2006 жылы шыққан «Вскрытие пришельца» атты кинодағы видеофрагменттер. Сонымен конспирологтар мен уфологтардың дәлелдеріне нүкте қойылады. Розуэльде өзге планеталық болған жоқ, атып алынған жоқ, жай ғана метеозонд болды. Демек, зона 51-де де өзге планеталық жоқ. Бірақ бұнымен конспирологтар, уфологтар тоқтап қалмайды. Олар дәлел ретінде екінші бір видеоны көрсетеді. Бұл жерде Бойд Бушман деген кісі, зона 51-де жұмыс істеген инженер болған кісі, дәлел ретінде сол жерде өзге планеталықтар болған ретінде бір суреттерді көрсетеді. Видеода Бушман сол зона 51-де жұмыс жасағанын, мыналарды түсіріп алғандығын және зона 51-де сақталып тұрған бір өзге планеталықтардың бейнесін көрсетеді. Суретте шынымен өзге планеталықтарға ұқсайды. Алайда осы видео шыққаннан кейін көп өтпей, белгісіз бір интернет қолданушысы мына бір видеоны интернетке салады. Okay, as requested, here he is. I'd take him down from here and put him in a similar pose as the one in that film, but he's become pretty brittle over the years. I've had this for a long time. You might notice that his joints are all splitting, but this is the same toy, the same model that is in the film. As far as I can tell, I tried to pick him up a little while ago and look for manufacturer's marks. I don't see anything. Енді екеуінің арасында қандай айырмашылық бар деп ойлайсыздар? Ешқандай. Екеу бір нәрсе. Және Бойд Бушманның суретке түсіріп алған өзге планеталығы жай ғана қуыршақ болып шықты. Айтпақшы, осы бір видеодағы қуыршақты Walmart дүкендер желісінен сатып аласыздар, егер сіздерге керек болса. Бойд Бушман жай ғана қызыққа ойнағысы келді ме, әлде өтірік айта салған шығар. Бірақ мына нәрсе екеуінің арасында ешқандай айырмашылық жоқ екенін көріп тұрсыздар. Яғни Бойд Бушман көрсеткен суретте жай ғана қуыршақ болған. Конспирологтар мен уфологтарды дәлел ретінде көрсететін Бойд Бушманның аргументтері өтірік екенін көрген боларсыздар. Демек, зона 51-де НЛО немесе өзге планеталық бар деп айтатын ешқандай аргумент жоқ. Ендігі зона 51-ге не үшін адамдарды кіргізбейді және не үшін жақындатпайды? Егер зона 51-ге 10 километр қашықтықта жақындап қалсаңыз, артыңыздан әскери адамдар аңдып жүреді. Яғни әскери адамдар сіздің әр жүрген жолыңызды бақылауда ұстайды. Және дәл сол жолдарда мынадай тақтайшалар көруге болады. Тақтайшада зона 51 қауіпті, кіруге тыйым салынған, фото жасауға тыйым салынған деген жазулар бар. Мен бір нәрсені айтайын. Кез келген әскери базаға барсаңыздар, осындай жазуларды көруге болады. Яғни бұл жаңалық немесе сенсация қауіпті жағдай емес. Оған қоса зона 51 ол құпия база. Ал құпия базалар тек қана зона 51 емес, әлемде өте көп. Кезінде зона 51 суық соғыс кезінде үлкен рөл ойнаған нысандардың бірі болған. Әлемге аты әйгілі кеңестік MiG ұшақтарын қолға түсіргенде, американдықтар дәл осы зона 51-де осы ұшаққа талдау жасаған. Бұл жерде ақш-тың U-2, Oxford және F-117 құпия операциялар жүргізілген. Бұлар американдық ұшақтардың атаулары. Кезінде, яғни 60-70 жылдар американдықтар кеңестің ПВО-сынан байқатпай өте алатын ұшақтар құрастыру барысында бұл операцияларды ешкімге тіс жармаулары тиіс болатын. Сыртқа шыққан бір сыбыс дереу кеңестерге жететін. Сол үшін зона 51 өте құпия жағдайда жұмыс жасады. Тек жақында ғана ақш әуе күштері мұндай база бар екендігін мойындады. Бірақ құпия база ретінде жұмыс жасауларын жалғастырып жатыр. Және бар құпиясы осында ғана деп ойлаймын. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай бір өзге планеталықтар, өзге ұшатын нысандар, НЛО, UFO деген нәрселер бар деп айту бұл жерге өте қисынсыз. Өйткені бұған дәлел бола алатын аргументтер аз және мүмкін жоқ та шығар. Өйткені бұл бар аргументтердің барлығын адамдар талдап тастаған. Сондықтан зона 51-де өзге планеталық сақталып жатыр, өзге планеталықтар бар деп айту өте қисынсыз. Сондықтан осы видеомызды тәмамдаймыз. Соңына жетті. Ал сіз осы видеоға лайк қойыңыз, немесе дизлайк қойыңыз ұнамаса, және канал ұнап жатса, мына жерде подписаться деген нәрсе тұрады. Сол подписаться деген нәрсенің үстінен басып жіберіңіз.
біздің каналымыздағы видеоларды ең бірінші болып көруге мүмкіндік аласыз. Ал біздің келесі видеолар өте жақында шығады, өте жуырда. Сондықтан сіздерге айтарым, сабырмен күтулеріңізді сұраймыз. Және комментарийге қандай видео көргіңіз келетіні туралы жазып кетсеңіз өте дұрыс болады.